Ғашықтар. Ильяс Есенберлин. Бала кезімде жұрт менің әжемді қара кемпір деп атайтынына таң қалатында, намыстанатында едім. Маған әлемде осынау бір шүйкедей бет аузы шандыр-шандыр қартанадан ажарлы, одан сымбатты жан жоқтай көрінетін. Оның құлыным деп күс-күс қолымен басымнан сипағаны маған зор қуаныш, үлкен бақыт болатын. Дөрекілеу келген даусының өзі жаныма жалын егіп, көңілімді шалқытып қоя беретін. Әкем соғыста, шешем аурудан дүние салды. Кішкентай қарындасым Базаргүл екеуміз сол бір шүйкедей қара кемпірдің қолында қалдық. Бейшара. Біздер жеткенше жарғақ құлағы жастыққа демей, жазылып жастық, иіліп төсек болды бізге. Қанаттыға қақтырған жоқ, тұмсықтыға шоқыттырған жоқ. Қатарымыздан қалдырмай маған орта мектеп бітірді. Ленинградтағы Репин атындағы институтқа түстім. Қарындасым Базаргүл 7 жылдықты тауысып, сурет өнері техникумына кірді. Ойлаған мақсатымызға жеттік-ау, әйтеуір. Ағалы қарындасты студент болып шыға келдік. Көктем гүліне ұмсынған нәрестедей қуанышымыз қойнымызға симай, мәз-мейрам болдық та қалдық. Әттең, дүние. Не керек, қайғы дегеннің не екенін сол жылы мен тұңғыш рет түсіндім. Ленинградқа келгеннен кейін бір ай өтпей, сонау шалғайдағы Мыстаудан әжең қара кемпір қайтыс болды деген сұсты хабар алдым. Аяулы әжеме оқып адам болғаннан кейін қалайда бір жақсылық көрсету қаршадайымнан ойлаған асыл арманым болатын. Бұл жөнінде талай-талай тәтті қиялға шомғам. Енді бейшара сол қызық күнді көре алмай кетті-ау деп жылай-жылай екі көзім білеудей болып ісіп кетті. Тырнашуын қарғадан алады дегендей, жүрегімді өртеп бара жатқан жан қасіретін екі көздің жасынан алдым. Сабағымды тастап, ауылға жүріп кетейін десем, қыс болып қалды. Оның үстіне қаттың жіберілгеннің өзіне талай күндер өтіпті. Бар қолымнан келгені сол жылы Алматыға оқуға барған қарындасым Базаргүлге тоқтау айтып, хат жаздым. Бұда құрдалбаса ғой. Әйтпесе қайғыны хатпен басаларсың ба? Ондай қайғының орны тола ма? Әлбетте, толмаса керек. Содан кейін көрген қайғым Базаргүл қайғысы. Жоқ, оған ештеңе де болған жоқ. Зырғағып, ойнақ салып жүр. Өзі де айта қалғандай сұлу, әдемі, өте сүйкімді болып ержетті. Төңірегіне жігіттер шыбынша үймелейді. Бірақ, дегенмен ретмен айтайын. Мен Репин институтын бітіріп, мүсінші мамандығын алып, жақында салынып біткен жаңа өндіріс Мыстау қаласына қызметке келдім. Осы қалаға Алматыдағы сурет өнері техникумын бітіріп, Базаргүл де келді. Көктен тілегеніміз жерден табылды. Мен жұмысшы жастарға мүсін ою өнерін үйретемін. Базаргүл халық театрының суретшісі. Екеумізге қаланың ортасынан жаңа салынған 5 қабатты үйден 2 бөлмелі жеке пәтер берді. Екеумізде де бір-бірден 2 бөлме. Бөлек тұрамыз. Бірақ бірімізге біріміз бас көзбіз. Әсіресе ағалығымды пайдаланып ақыл айтатын менмін. Ақылыңды тыңдар адам болса, әрине, ақыл айтқан жақсы ғой. Өсиетімді тыңдайтын адам табылғанға мен әбден сөз бар болып кеткен тақылеттімін. Менің ақылымнан әбден мезі болған қарындасым бір күні ұяла қызара отырып, келесі аптада Әбілқас екеуінің үйлену тойы болатынын айтты. Төбемнен жай түссе, мұндай саспаспын. Мұны Әбілқастан күткенмен Базаргүлден күткен жоқ едім. Ол маған әлі де болса да жас баладай көрінетін. Білсем Әбілқасты үйімнің маңайына жолатам ба? Білмей қалдым ғой. Бәріне де өзім айыптымын. Мыстауда менен басқа мүсінші жоқ. Сондықтан алда жалда. Қайтыс болған адамның үй іші оның бейнесін ескерткіш етіп алып қалғысы келсе, өлген жанды сойып тексеретін патанатомия ассистенті Әбілқас арқылы мені шақыртады. Мен келіп, гипспен өлген адамның маскасын аламын. Артынан барып, оны мүсінге айналдырамын. Әбілқаспен мен осы өнерім арқылы таныспын. Оны мен патанатомиялық бөлмеде, кейде мүрдеханада кездесіп қаламын. Осындай бір кездесуден кейін мен оны үйіме ертіп келдім. Ойымда ештеңе жоқ. Қарындасыммен таныстырдым. Сөйтсем, ол соңғы кезде оны мұнын сылтауратып, біздің үйге келгіштеп жүруші еді. Сөйтсем, қарындасыммен ортақ тіл таба қойыпты. Әсіресе Базаргүлге таң қалам. Тойлары болуға бір апта қалғанша ләм десейші бір. Бар сырын бүгін білдім.
Бұдан кейін бірге туған қарындасыңа сеніп көр. Әрине, бұлай деуім ашуым емес. Жай өкпе назым ғой. Мерфи айтқандай болуға тиістіс болмай қоймайды. Қарындасым өмірлік жолдас тапқан екен. Күйеуге шықпай қоймайды. Бұл жаратылыстың заңы. Оған қарсы тұру оғаштық. Тек соншама қуанышын менен жалғыз ағасынан қалай ғана жасырып келді екен. Мүмкін күні бұрын білдірмегені де орынды болар. Өйткені махаббат деген іштей бықсып тұтанған бір от мәнзелдес. Бір от мәнзелдес дүние ғой. Әбден қызуы жетпей сыртқа шығарудың қажеті қанша. Сөйтіп, белгіленген күні Базаргүл мен Әбілқастың үйлену тойы болды. Бізге тілектес адам мұндай көп болар ма? Кішкентай 2 бөлмемізбен ас үйіміз қонақтарға лық толды. Бәрі жарастықты, сыпайы киініп келген. Бәрі ду қуанышты. Ал Әбілқастың қуанышында шегі жоқ. Жерден 7 қоян тапқандай 2 езуі 2 құлағына жетеді. Байқаймын, ел салтын ұстап, күйеу бала сияқты байсалды болғысы келеді. Бірақ көңілді кернеген қуаныш онысына ерік берер емес, жымың-жымың етеді. Базаргүл де ұялады. Төмен қарайды. Қуанышын жасырған болады. Әйтсе де бойын ізгі сезім билеп алғанда, көз қарасынан жалт еткен шаттықтың ұшқынын аңғарып ақ қаласың. Осыншама жұрттың ішінде қуанышқа берілмеген көңілі жүдеу тек менмін. Бұл жалғыз қарындасымның қызығы ғой. Қуанайыншы деп өзім қанша қинасам да көңілім бір сергімей ақ қойды. Осыншама жұрттың ішінде қуанышқа берілмеген көңілі жүдеу тек менмін. Бұл жалғыз қарындасымның қызығы ғой. Қуанайыншы деп өзім қанша қинасам да көңілім бір сергімей ақ қойды. Расын айтсам, өмірімдегі маған деген бір оғаш нәрсе де осы тойдан басталды. Әрине, мен мұнда оғаш деген сөзді біреу жақсы көрген. Ұнамды мағынада айтып отырмын. Енді той жайына келейік. Үй толы, қонақтың бәрі Әбілқас пен Базаргүлдің таныстары, достары. Мен танитын бірде-бір жан жоқ. Мен үшін бәрі бөтен. Және бәрінің де ойы қазақтың. Досыңның асын жауыңдай же деген ескі қағидасын орындау секілді. Алдарындағы ас қойылған табақтар мен сұңғақ мойын шампан шөлмектерінің босап қалғанына қарағанда, жиналған жұрттың дос екеніне күмән жоқ. Біріне бірі соғыстырылған рюмкелер, сыңғырлаған күлкі, үй іші у-ду. Біреу аш кеңірдегімнен қысып ұстап алғандай, тек менің ғана тамағымнан бір түйір нәр өтетін емес. Асшы бәуре болмаған соң, бар ермегім осынау бейтаныс жұрттың аңысын аңдау, соларды байқау. Бұл менің мүсіншілік мамандығыммен ұласқан үйреншікті әдетім. Кімнің бетінен қандай мүсін істеуге болар еді деген ой. Егер мына келіншектің көзі мен маңдайына сонау шеткі қыздың мұрны мен аузын берсе, аумаған Нефертити келбетін көруге болар еді. Жоқ, оған әлі анау ашық жағалы көйлек киген аққұба елдің ақ мамықтай, мәрмәрдай ұзын мойны жетпейді. Оның үстіне мен сияқты адамның ішкі дүниесіне құмар жанға өзгенің бетіне үңілудің өзі бір ғанибет емес пе? Ғажап. Сыртына қарап түңілме дейді қазақ. Мұнысы адамның сырт бейнесіне қарап ішкі дүниесін аңғаруға болмайды дегені ғой. Расында солай ма? Кісінің ішкі дүниесі сыртқы бейнесіне сәйкес келмей ме? Бұл екеуінің арасында табиғи байланыс жоқ па? Жүрек, ой, жан сезімінің толқындары адамның сыртқы қимылына, әрекетіне із қалдырмай ма? Сырт бейне мен ішкі дүниенің арасында көзге көрінбес табиғи байланыс бар емес пе? Ол байланыс кейде өзгеруі мүмкін. Бірақ жалпы жан сезімінің биологиялық тұрғыда бірін-бірі анықтайтын, бірін-бірі толықтыратын табиғи құбылыстар болуы сөзсіз тәрізді. Витринада не тұрса, дүкен ішінде де соны көресің. Бұл байланысты таба білу мен секілді мүсінші, суретшілерге қажет ақ. Адам бейнесінен оның ішкі дүние сазын ұға алмасаң, жасаған мүсінің ешкімге әсер етпейтін құртас бейне болып шығады. Сондықтан мен жан жағымдағы адамдарды түбегейлі ұғу үшін ажар әлпеттеріне үңіле қараймын.
қараған сайын неміс жазушысы Михтенберг айтқандай, алғашқы көз тастағанымда өзгелерден еш ерекшелігі жоқ. Осынау бейтаныс адамдардың беттерінен тек өздеріне ғана тән, өздерінің ғана бейнелерін ашатын ерекшелігін көбірек таба бастаймын. Адам беті оның құбылысы. Оқи білген жанға алуан сыр ашатын тамаша бір қиялға жайып кітап. Кісінің көзінен қиялға шомғанын, қайғы мұңға берілгенін, ернінен қуанғанын, ренжігенін айыруға болады. Қарсы алдымда отырған жандардың қайсысы қандай жағдайда екенін менің де білгім келеді. Өздердендегі кейіпкерлерге қарап, қандай адам екендерін ұғуға тырысам. Бәрінің де беттеріне үңілетсем. Үңілген сайын қуанам, не қобалжимын. Міне, менің қарсы алдымда үлкен сопақ бетті маймылға ұқсаған біреу отыр. Бұл адамды бұрын көрген емеспін, бірақ өте бір таныс адам тәрізді. Несі таныс? Жаңа түсіндім. Мұның маған тісін ақсита қарап, құлағын жымырайта күлімсірегені таныс екен. Мен былтыр хайуанаттар паркінде шимпанзені көргенмін. Түсінік беруші әйел маймылдың күлімсіреуі адам баласының қылығында емес, ашуланғанын, ызаланғанын білдіреді деп мәлімдеген. Арғы бабамыз маймыл бізден қандай алыс болса, мына кісі құр адамша киініп, адамша сөйлегені болмаса. Мінез құлық, сезім жағынан бізден сонағұрлым алыс болуы керек. Одан маймылдың нелер қылығын кездестіру ғажап емес. Бетімді бұл кісіден жалт бұрып, жанындағы қызға қараймын. Қараң күйден кенет жарық көшеге шыққандай боламын. Жарық сәуле көзімді шағылыстырғандай абыржып, сәл үн-түнсіз мүлгіп қаламын. Бұл ақ құба, сымбатты, жұп-жұмыр қаз мойын, бота көз, сұлу жан. Жасы 25 шамасында. Киген киімдері де келісімді. Еркек көзіне тез шалынатын мүшелерін қынап, торсита, анықтай көрсетіп тұр. Бұл Базаргүлдің танысы. Сән ательесінде киімнің жаңа үлгілерін киіп, жұртқа көрсетуші болып істейді. Мұндай сұлу қызға жарасқан киім өзге елге жараса ма? Жоқ па, онысын өздері білсін, әйтеуір аты ұл болсын. Өз атын жаңа үлгімен Оля, яки Ольки деп қалай өзгертпей жүргеніне таң қаласың. Бұрын бір рет есік көрген адам деген сыбысты құлағым шалып қалғаны бар, бірақ оған мән берген емеспін. Өйткені бұл дүниеде ұл болсын бар ма, жоқ па, ол жағы еш уақытта ойыма да келген емес. Ал қазір ажарынан көзімді алғым келмейді. Мені сонша тартып бара жатқан қандай күш, қандай құдірет. Енді ғана аңғардым. Бұның күлімсіреген бейнесі, күлімсіреген түрі Джакондадан аусайшы. Атақты Леонардо да Винчи Мадоннасының құпия сырлы күлімсіреуін ернінің бір шетінің сәл көтерілуімен ғана беріп тұрған жоқ па. Ол босында іштегі құпия, жылы тәтті ойын сәл жоғары көтерілген ернінің бір шетімен көрсетіп отыр. Бұның да мөлдір бота көзінің қиығы Сикста Мадоннасының көз қиығындай сәл шетке аударылып, адам көңілін бір ғаламат сән салтанатқа бөлейді. Оқушым, мен қыз жібек, баян сұлулардың суретін көрген жоқпын. Сондықтан ұл болсын бейнесін өзім көрген суретпен салыстырып отырмын. Мен ерекше таң қалдырған сұлулық бейненің қайталануы. Бұдан 500 жыл бұрын салынған суреттің әдемі нақышы бүгін тірі ұл болсыннан табылғаны. Алдымдағы сұлулыққа бас ұрғандықтан ба? Әлде жүрегімде басқаша бір толқын туғандықтан ба? Әйтеуір, бойымды бір жылы тәтті сезім билеп, ұл босынға қарай бергім келеді. Қараған сайын жадыратар сымбатты қасиеттер табамын. Әлден уақытта барып, ұл босының көз қиығы аударыла берген жаққа қарамағанда, осы таңданумен бүкіл кешімді өткізер ме едім? Әлде қайтер едім? Қарауын қарасамда, бойым тағы тітіреп кетті. Төр жақта осы қаланың белгілі адамы. Былтыр ғана Алматыдағы кафедрасын тастап келген патанатомия профессоры Шерубай отыр. Бұл Әбілқасымның әрі ұстазы, әрі бастығы.
Тойға да сондықтан шақырылған. Жасы 50-лер шамасында. Бетінде қан сөл жоқ. Қатпар, ұзын бойлы, арық кісі. Үлкен басы, ойлы көзі, ақыл адамын аңғартқандай. Әйтсе де менің көңілімді аударған. Оның ашаң жүзі, шыржықпаған арықтығы, ауру емес. Елге келгенше тарамыстай қатып қалуына не себеп болған? Юлий Цезарь арық, жүдеу адамнан іргесін аулақ салуды дұрыс көріпті. Не үшін? Бұндай адамдардың үйлеспейтін қандай жат пиғылы бар? Шерубайда сондай бірдеме бар ма? Әлде тым баққымар ма? Сол сорақ әдет өзіне де, жұртқа да маза бермей ме? Әрине, ондай қасиеті болса семіру қиын. Мен ойырғағына жетіп үлгергенше рюмкасын көтеріп ұстазының жанына Әбілқас келді. Әрине, мен оның тойы болып жатқанда қалыңдығының жанында отырмай, шошаңдап қалғанын ұнатпадым. Үйлендіріп отырған Шерубай емес қой. Әбілқастың бұнысы жағымпаздық деген шешімге келдім. Енді күйеу баламның бетіне үңілдім. Бұл жас хирург. Институтты былтыр ғана бітірген. 25-тер шамасында. Тар маңдай, сығыр көздеу. Әлі есімде. Институтта жүргенде Наполеонның өзін әлденеше рет алдаған министрі Фушенің мүсінін салғаным бар. Оның маңдайда дәл Әбілқастікіндей ұшақ елі болатын. Бұ да сондай опасыз қу болып жүрмесен етсін. Бірақ қу адамдар ақылды болады деседі ғой. Мүмкін Әбілқас та ақылды шығар. Әйткенмен маған оның қалқиған үлкен құлағы ұнамайды. Гректің көне заманындағы пәлсапашысы Плиний үлкен құлақты адам ақмақ болады дейді екен. Әбілқас ақмақ болса, Базаргүл сыпатта суылжыған дарынды жасты қолына қондыралар ма еді? Әй, сірә қарт Плиний қателескен секілді өзі. Әбілқас ақылды адам болу керек. Жалғыз қарындасының жүрегіне жол тапқан адамның ақылды болғанын тілеймін. Менің ойымды кенет күйеу баламның рюмкасын жоғары көтеріп, Шерубай аға, енді біз тосымызды асқан оқымызды аяулы Айсұлу Бейсенова үшін көтерейік деген даусы бөлді. Енді мен Әбілқасты қусың-ау деген болжамыма бас идім. Өйткені Айсұлу Бейсенова Шерубай екеуі қызмет істеп жүрген қалалық емхананың бастығы еді. Сығырайған тышқан көз, телпек танау, семіз әйел орнынан күлімсірей түре келді. Сократ өлгеннен бері торғай көз, телпек танау адамнан данышпан шықты дегенде естіген жоқпын. Деп бұрдон айтқандай, нақ бұл қалада мұндай асқан оқымыстыны құлағым шалмағандықтан, семіз әйелге таңдана қарай қалдым. Шіркін-ай, өзінде жоқ қасиетті жұрт өзіңе меңзеп жатса, қандай жайлы тиеді. Айсұлу Бейсенованың екі езуі екі құлағында жайнаң-жайнаң етеді. Бірақ Шерубай оның көңілін су сепкендей басты. Жоқ, мен рюмкамды осы кештің салтанаты, жаз түнінің жарық жұлдызы, ұлбосын үшін ішемін, деді. Бәсе, мен Шерубайдың арықтығынан босқа сезіктенбеген екенмін. Ол қатыгез жан екенін осы жерде бір көрсетіп тастады. Айсұлу Бейсенова қызара түсіп, жұртқа күл кеттің ғой, дегендей Әбілқасқа оқты көзін бір қадады да, оған сол керек, орынсыз жарамсақтанатын сабаз ғой, отыра кетті. Дәл осы сәтте Шерубайға жаутаңдай қарап, қолындағы рюмкасын ұсына, жұртқа үстіндегі жаңа үлгімен тігілген алтынға малынғандай сары көйлегін көрсеткісі келгендей, ұлбосын орнынан созалаңдап тұра берді. Сіздің құрметіңізге, деді ол даусы фарфор шыныдай сыңғырлап, Шерубайға күле қарап, рюмкасын көтере түсіп. Асқан оқымысты деген атқа ие болып қалған Айсұлуды әлгіде ғана қандай жек көрсем, енді Шерубайды да сондай жек көріп қалдым. Дарынды деп, ел мадақтаған біреулердің ішінен қарапайым адамды қалай болса солай масқаралай салатын өрескел мінез аз кездеспейді. Өзімді жұрт ондай дәрежеге жеткізбегендіктен бе? Қайдам, мұндай қылықтарды кешірместей жек көремін. Осындай сезім билеп, Шерубайды да мұқататын. Бір сөз айтпақ болып, орнымнан мен де түре келдім. Бірақ дәл осы сәтте дәліздегі телефон шырылдап, Шерубайды шақырды. Ол сөйлесіп келді де кейіне бастады.
Кезекші дәрігер шақырып жатыр, деді. Ол Айсұлуға қарап. Бір қатты жараланған әйелді алып келіпті. Жедел жәрдем керек екен. Шерубай жұртқа басын сәл изеп қоштасты да шығып кетті. Маған үй іші кеңіп қалғандай көрінді. Енді орныма қайтадан отырдым. Жан-жағыма тағы қарай бастадым. Адам баласын сырт бейнесіне физиологиялық, биологиялық айырмашылықтарына қарай бірнеше түрге бөледі. Осы отырғандардың ішінде солардың қандайын болса да табуға болады. Ұзын тұра астениктерде, төртбақ гипертониктерде, момын пішінді семіздерде, қатқан қабақты жүдеулерде кездеседі. Бірақ менің көзім әлсін-әлсін ұлбосынға ауа береді. Оның өңінен Жаконданың күлімсірегеніндей сырлы құпия белгісі әлі өшкен жоқ. Шерубай шығып бара жатқанда өзгере ме деп едім. Өзгермеді. Тек басын изеп қоштасты да қала берді. Бетіне қанша үңілсем де ол маған көз қырында салар емес. Тек бір-ақ рет қарағандай болды. Онда да қандай жігітсің дегендей сыпайы күлімсіретті де бұрылып кетті. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Айтылмаған құттықтау, ішілмеген шарап қалмаған секілді. Мен өз ойыммен өзім әуре болып отырғанда жұртта тарай бастады. Біраздан кейін үйде мен, Ұлбосын, Базаргүл, Әбілқас және солардың бір-екі қыз-жігіт жолдастары қалдық. Әдепкідей емес, бәрі де шаршаған тәрізді. Ешқайсысында үн жоқ. Неге екені белгісіз. Бар болғандары маған қарай береді. Бірдеме айтқылары келетін сияқты, бірақ айтуға бата алмай тұрғандай. Нағыз жым ойнап отырған адамдар секілді. Олардың бұндай қылықтарын қызық көрген менде де үн жоқ. Үндемесеңдер, үндемеңдер. Көрейік, қайсымыз жеңер екенбіз. Аз-кем уақыттан кейін барып, Әбілқастың жақыны, шикіл сары бір жолдасы қозғалып қойып, «Иә», деді. Мен де «Иә», дедім. Адамды түрге бөлушілердің бірі Сиго деген ғалым, жазық маңдайлы, үлкен басты адамды, көп ойланғыш данышпан келеді дейді. Мен мырс етіп күліп жібердім. Дәл менің алдымда отырған осы қазанбас жігіт данышпан болса, онда Сигоның қарсы жағы топшылайтындай қарны үлкен адам тамақты көп жеп, бас үлкен адам көп ойлайтын болса, бұл дүние шіркін не болғаны? Әйтсе де қазанбас жігіт тағы қозғалды. Сөйтіп енді, деді ол маған қарап. Әйел бала бөтен жұртқа жаратылған деген осы. Сіз қарсы болмасаңыз, Әбілқас пен Базаргүл енді өз үйлеріне барсын. Біз шығарып салайық. Жүрегім шым ете қалды. Бір анадан, бір әкеден туған жалғыз бауырымды көпе-көріне біреуменен бөліп алып кетпек. Бұл енді біздің мәңгі айырылуымыз. Бұрын Базаргүлге ең жақын адам мен болсам, енді оған ең жақын адам мынау отырған тармаңдай Әбілқас болмақ. Әділеттік деген қайда? Бірге тумақ болса да, бірге тұрмақ жоқ деген мәтел шын болғаны ма сонда? Сірә, менде қызғаншақтық, бауырмалдық сезім күштірек болса керек. Көзімнен ыстық жастың ыршып кеткенін өзімден қармаппын. Менің көз жасымды көріп, Базаргүлде еңіреп қоя берді. Көке, сен жылайтын болсаң, мен кетпей-ақ қояйын. Кетпессің. Ар жағың Әбілқасты жақсы көріп тұрғанын мен білмеймін бе? Базаргүл өзіме тартқан сұңғақ бойлы, ақ құба, әдемі болатын. Азырақ мақтанғанымды кешірерсіздер. Тек менен гөрі нәзіктеу, биязы мінезлеу еді. Бетіне қарап едім, жаңа ғана су шайған гүлдей. Бір түрлі өңі сынып, жүдеп қалыпты. Аяп кеттім. Өздерің біліңдер. Шығарып саламыз десеңдер, шығарып салыңдар, дедім қазанбас жігітке. Сөйттім де, жылап жібергенімді көздері шалмасын деп, үйден зыта жөнелдім. Далаға шығысымен өзімді өзім билей алсамшы, мұндай көңілшек осал жан екенімді бұрын білсемші. Қараңғы көшелерді орағыт айналып еңіреп келем. Адамның көз жасы, көңіл жасы деген рас қой. Базаргүл болса өзінің бақыт үшін кетіп барады. Ал сонда маған не жорық деймін. Бірге туғанмен, бірге өмір сүрмек жоқ. Бұным ұят емес пе? Томардай болып жас балаша егілгеніме жол болсын. Өзіме осылайша ақыл берген сайын еңірей түсем.
Бұл менің әжем өткеннен кейінгі екінші рет қайғырғаным. Қара кемпір дүние салғанда базар гүлім бар деп өзім тоқтау айтқан едім. Енді соқа басым қалғанда нені көңіліме медеу етем. Базар гүлдің күйеуге шыққаны маған қара санымнан ет кесіп алғаннан ауыр тиіп келе жатыр. Ғажайып-ай, осы Әбілқасқа күйеуге бермей бір жолата жоғалтқан жандаймын. Олардың күн ертең ақ көретінім тіпті қаперіме де кіріп шығар емес. Әрине, ертең көретінімді өзім де білемін. Бірақ ертең өзге базар гүлді, бөтен базар гүлді көретіндей бір опық сезім билеп алған мені. Сіздер менің бұл хәлімді бұрыс түсінбеңіздер. Арқада жол жақсы болса, арқа рауып несі бар? Дегендей көңілімді қайғы баспаса, осыншама еңірер медім. Бос көшелерді шарлап, ұзақ жүрдім білем. Әбден қалжырайын дедім. Енді екі иығым салбырап, үйіме қарай беттедім. Сәлден кейін қараңғы көшелерден шығып, жарық көшеге түстім. Коммунист даңғыл екен. Бұл Мыстау қаласының ең салтанатты көшесі. Самаладай жап-жарық. Кейін, екі жағым бірдей 4-5 қабат сәнді зәулім үйлер көмкерген. Алыстан мыс заводының будақтаған түтіні шудаланып көрінеді. Заводқа тіркесе салынған ұзын, эстакадалы темір жолдың үстінен кішкентай вагонеткелерден төгілген мыс қоқысы, түнгі жалын тәрізді, қып-қызыл болып төмен қарай аға жөнеледі. Тыныш, жарық, таза ауалы көше көңілімді сергітейін деді. Оның үстіне көз жасымен бірге көңіл кірі де кеткендей. Алғашқыдай емес, жан-жағыма қарай бастадым. Қыбырлаған жан жоқ. Әлі автобустар жүрмеген. Көше бойлап өсіп қалған жасыл жапырақты ақ қайыңдар ұйқылы ояу мүлгіп тұр. Үлкен көшеден үйге баратын бұрышқа қарай бұрыла берем дегенде дәл қарсы алдымнан ұлбосын кездейсоқ шыға келді. Үлкен көшеден үйге баратын бұрышқа қарай бұрыла берем дегенде дәл қарсы алдымнан ұлбосын кездейсоқ шыға келді. Тоқтай қалдым. Сірә Базаргүлді Әбілқастың үйіне апарып сап, қайтқан беті болу керек. Аяғын кербез басып, төмен қарап, қалың ойда келе жатыр екен. Мені көріп, о да бөгелді. Қайда қашып кеттіңіз? Деді ол күлімсірей сөйлеп. Көрдіңіз бе? Қараңғы түнде жалғыз қайтуға тура келді. Өзгелеріңіз қайда? Әбілқастың үйінде қалды. Сіз неге қалмадыңыз? Түнде жүру қорқынышты ғой. Несі қорқынышты? Қызырлайтын ер жігіттің қазір жоқтың қасы, деп ұлбосын әзілдей күлді. Жаныңыз ашса ұзатып салыңыз. Қуанып кеттім. Бірақ сыр бермегенсіп. Алыс тұрасыз ба? Көңілі алыс адамға алыс, деді қыз тағы да әзілдей күліп. Ал көңілі жақын адамға? Алыста болса жақын ғой, деп мен де күлдім. Ұлбосынға қалай еріп кеткенімді өзім де білмей қалдым. Айлы түн, ашық аспан. Сыр шертіп самсаған жұлдыз жымыңдасқан. Көңілім әбден жадырап кеткен. Жанымда арғала басқан сұлу қыз. Әлсін-әлсін ұрлана көз тастап, сыңғырлап күліп, бірдемелер айтып келеді. Мас жандай дел салмын. Даусы жүрегімді қытықтап, сөзінің көбін ұқпағандаймын. Тек сіз даңғайыр ақын жанды, суретші адам екенсіз. Осы күні жұрт қарындасының күйеуге шыққанына жыламақ түгіл деген секілді жаныма жылы тиер сөзі ғана үзіліп барып санама жетеді. Құмартқан көңіл тіпті басқа жақта, анда-санда денесіне, не қолына қолым тиіп кетсе, көңілдегі арман бұрынғысынан да ұлғайып, ұшқындай түскендей. Бойымды бір ыстық жалын билеп, жүрегім лүп-лүп соғады. Қара жерді қаз басып келе жатқандай емес, бір бақыт бұлтының құшағында қалып кеткендей сезінемін. Қанша жүргеніміз есімде жоқ. Қаланың шетіндегі 3 қабат үйдің жанына келіп тоқтағанда ғана ұлбосының пәтеріне жетіп қалғанымызды бір-ақ білдім. Көп рахмет әкеп салғаныңызға, деді ұлбосын ұзын саусақты қолын беріп. Сөйтті де тағы да қалжыңдай күлімсіреді. Жалғыз қайтуға қорықпайсыз ба? Өзінен бөлінгім келмей, тұрғанын жасыра алмай, кібіртіктей міңгірледім. Қорыққанмен амал бар ма? Қыз әзілдей қақтықты. Мені шығарып салам деп, үйіңізден тым алыс кетіп қалдыңыз ғой. Алыс деп ауылыңа бармайсың ба? Тым шаршап тұрғандайсыз деп, қыз сәл езу тартты. Жалғыз қайтқыңыз келмесе, менің үйіме қона салыңыз. Үйдегі кісілерге сөкет көрініп жүрмесе.
Қорықпай-ақ қойыңыз, жалғыз тұрам, деген қыз енді сыбырлай күлді. Және сіз жататын жеке орында табылады. Мен жауап берудің орнына ұлбосынды қолтықтай қараңғы дәлізге қарай асыға басып жүре бердім.